Onda ruhsat sұрайық деген. Ruhsat сұрасақ сұрайық онда. Сосын Өзбек Әлі Жәнібеков болса өзі СК комсомолдың бірінші қатысшысы тұғын. Сосын мен Өзбек Әліге звондадым. Өзбек Әлі Жәнібеков, қазақ десең қазақ өзіміздікі, жерде өзіміздікі, елде өзіміздікі. Мен бір барып қайтайын. Мына жігіттеріммен деп сөйледім. Соны Өзбек Әлі рұқсат етті. Біздің қазақтың гимні қазір не соответствует деді. Екеуміз оқып жүргенде жаңа менің Қазақстаным сөзін жазған Жұмекен Тоңдыш. Ол менің Қазақстаным әлгі орысшылап айтқанда борьба с хрущевизмом болатын. Ол кезде 5 облысты целинный край қылып бөліп алып қойған. Кейін Ташаны айқайлағасын оңтүстік край қылды, батыс край бөліп жіберді. Әйтпесе Жамал апамыз марқұм Омарова соғысуға үйретіп, радиодағы жігіттерге, ол кезде біз студенттерміз, радиодағы жігіттерге айтып күнде беріп тұрыңдар. Күнде 2 реттен 3 реттен беріп тұратын менің Қазақстанымды. Кейін Жұмекеннен сұрайды екен, ай Жұмекен, сен Шәріпмен екеуің бірге жүрдің, бірге тұрдыңдар да, бірге оқыдыңдар, бір ағын жаздыңдар ғой деп. Өзінде 40-50 жылдық жазып қой деп сөйтіпті да. Мұқағали туралы шынында да көп аянышты жағдайлар бар. Оны біреу білмейді. Мұқағали мұнда жақсылықтың бірінде көрген емес. Ол жалғыз ғана Мұқағали емес, ол Мұқағалидың зорларымызда Қасым Аманжолов та Иса Байзақовты ол ешқайсыда жақсылық көрілмей кеткен. Сіздер менің көзімнің тірісінде училищенің атын беріп жатырсыздар, аяқты мектептің атын беріп жатыр. Сонында сіздерге айтпақшымын, мына Жетісайдағы мәдени ағарту училищесіне менің атымды бергендеріңізге үлкен рахмет. Үлкен рахмет. Сондықтан бұл сол жетісайлықтардың алдында сіздерге болуы шәкеміқті. Көңілші адамды кешіріңіздер. Сол жетісайлықтардың ортасында келіп қазір құрметті азамат болып тұрмын. Шүкір көретін күнім бар екен, жейтін наным бар екен, сіздермен дидарласып болатын жағдайым бар екен. Бұған Құдайыма мен үлкен шүкірлігімді айтамын, ырзашылығымды айтамын сіздерге. Бақытты болыңыздар, саламат болыңыздар, сау болыңыздар, үлкен тойлардың егесі болыңыздар, қай-қайсыңыз болсаңыздар да. Сый-құрметтеріңізге үлкен рахмет.